Сәлем, бүгін сәукеле нан дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі қатпарлы нан және конусты картоннан кесіп, сыртынан фольга орап дайындаймыз. Осымен біздің конусымыз дайын. Енді қатпарлы нанды дәл мен сияқты ұзыннан жаямыз. Сәукеле нанды сәндеуге арналған әртүрлі фигуркаларды дайындаймыз. Енді конустың сыртына қатпарлы нанымызды ораймыз. Өзіміздің қалауымызша сәндейміз. Жұмыртқаның сарысын және сүтті кішкене араластырып, нанның жан-жағына жағып шығамыз. Қалауымызша күнжут немесе мак себеміз. Енді дайын болған сәукеле нанымызды духовкада 20-25 минут пісіріп аламыз. Сәукеле нанның ішіне бауырсақ, булочка немесе самсаларыңызды салып қойсаңыз, өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде дайындап көріңіз.